сабаққа өте жақсы, белсенді қатысамыз. Ал әлеуметтен бастайық, келе ғой әлеумет. Зат есім дегеніміз не? Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Өте тамаша. Өзіне қойып қойырсы бар. Түрінің көпсек сұрақтарын адам. Не електің күндері? Өте жақсы, отырамыз. Ара және күндері етістіктерді келеді. Мысал, жетістік. Жетістік дегенімізде балалар, заттың қимылын. Зат есім сұрақтары білесің бе? Қандай? Жоқ. Кім біледі? Кім? Кім не? Кімдер не? Жақсы, отыра ғой. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді қалай атайды? Не дейміз? Жоқ. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді не дейтін едік? Арайлым, етістік. Жақсы, отыра ғой. Ал оқи ғой. Қандай? Зат есім, сын есім. Жоқ, етістік. Сын есімнің не екенін кім біледі? Кәне айтаршы. Сын білетін сөздерді сын есім бөлінеміз. Сын есімде қандай деген сұрақтарға жауап береміз. Мысалы, таза, суық, соғыр. Енді балалар, сіздерге оқулықтан тапсырма. Үлкен өзен бойында сәулетті қалалар салынған ертіс жағасының қонарлы топырағы мол өнім береді. Жағасының топырағы мол өнім береді. Дәмі күшті, тәтті, түрі әдемі, пайдасы көп. Шиенің түсі күлген, дәмі қышқын, тәтті, түрі әдемі, пайдасы көп. Іші өткізі бастырады суық, екі ағашы бар. Тыныш қалар. Қарбыздарында тәтті, сұсы қызыл. Иә, көрсеттік. Иә. Түсі қара, тасы күлген. Иә. Дәмі тәтті.
Türü әдемі, пайдасы көп, пішіні түрі. Иә, жақсы. Ең Пайдасы көп, дәмі тәтті, түсі жасыл, көзге қара, пішіні дөңгелек, сопақ, түрі әдемі, жазда атамның үйінде өседі. Бүгінгі тақырыптан не түсінгенімізді білетін боламыз. Оқиға былай оқысам да болады. Сын есімдердің аттарын Білмесе жауап бересің. Қайсысы? Осы да дұрыс. Дұрыс салып тұрма балалар. Жана қызық 2 кітап алды. Раяна жауап берсін, білмесе айтады. Қайсысы? Қызық дейді, қарай. Өте жақсы, Раяна, отыра қой. Әріппен ол кішкентай, айып қанып жазыпты. Неше? Мың. Дұрыс оқи бер, тұрады. Бір нұсқасы ғана еді. 1000 теңге ме, әдемі ме, тұрады ма? Тұрады дейді, дұрыс емес. Балалар ма, үлкен ба, ағашқа? Жақсы көреміз. Амир ұстасын екен. Жарайсың, Амир өзіне 1 балл қоясың. Сұрақтарын тап. Ал, қай сұрақтар? Кімде ма, не істеді ма, қандай қай ма? Қандай қай дейді, дұрыс па екен? Жарайсың. Сөздің сапасын білдіретін сөздерді Ата. Ағамен жарайсың ба? Иә, зат есімдер қатарын тап. Сын есім емес, зат есім. Жазық дейді. Дұрыс емес кім айтады? Ал, ой сағат, сызғы жарайсың, арай. Сын есімдердің қатарын тап дейді. Қайсы? Есім. Бұл дейді. Дейді. Асылай жарайсың, өзге 1 балл қоя бер. Сын есім ердің қатарын